Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге әсіп дайындайтын боламыз. Қосатын қоспаларын төменге жазып қалдыратын боламын. Сиырдың жүрегін орташа көлемде кесіп аламыз. Ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Қойдың құйрық майын турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа жинақтап саламыз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Пиязды қосамыз. Сарымсақтарды жіңішкелеп, ұсақтап, турап қосатын боламыз. Түрлі түсті бұрыш, күрішімізді қосып, дәмдеуіштерін қосамыз. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды қосып, сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Сүтімізді шеткі жағына құйып алып, шетінен араластырып, ет тартқыштан не болмаса, бутылканың бастықы жағын кесіп, сол арқылы шектен өткізуге болады. Мен арнайы ет тартқыштың шұжыққа арналған насаткасын пайдаланамын. Насатканың басқа жағына сиырдың аш жегін өткізіп алып, барлық қосатын қоспаларымызды ет тартқыштан өткізе отырып жіберетін боламыз. Ішектің арасына салынған қоспаларымызды шетінен қозғалта отырып толтыратын боламыз.
Екі жақ шетін жіппен байлап аламыз. Араларын қатты нығыздамай, өзімізге қажетті мөлшерде алып, араларын жіппен байлап қоямыз. Толығымен байлап шығамыз. Лавр жапырағы, пиязымызды қосып, әсіпті салатын боламыз. Қара домалақ бұрыш, тұз қосатын боламыз. Шпажка немесе тіс тазалағышпен араларын тесіп аламыз. Қайнаған кезінде жарылып кетпес үшін алдын ала тесеміз. Бетіндегі көбіктерін аламыз. Толығымен қайнағаннан кейін астын басып 1 сағат отқа қоятын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Араларын қайшымен қиып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әсіптің дәмі өте керемет, жұмсақ, дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.